Баршаңызға сәлем бердік, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бірге фаршон періш жасаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай керекті затымыз күріш, ет, тұз, бұрыш, бір дана жұмыртқа және де тәтті бұрыш. Сосын ішіне бір пияз тураймыз. Ал подливна келетін болсақ, картошка, сәбіз, пияз, қызылша және де томат. Біз алдымен болгарскийдің ішіне салатын начинкасын дайындап аламыз, дозымен бұрышы сініп тұру үшін. Менде бұл жерде жарты кило фарш пен 2 кесе күріш. Бұны сәл демалуға қойып қоямыз, ал оған дейін өзіміз жарқасына кірісеміз. Бір дана пиязымызды қуырамыз, үстінен сәбізімізді саламыз, одан кейін қызылша саламыз. Ал егер қызылшаңыз болмаса, оны салу міндетті емес. Тек тамақтың дәмін келтіру үшін саламын. Осылардың бәрін салып алғаннан кейін сәл-сәл үстіне 1-2 қасықтай томат салуға болады. Бірақ қыздар, томатты салғаннан кейін араластырмаймыз, себебі асты күйіп кетеді. Тек саламыз да крышкасын жауып қоямыз, өзінің буымен әдеміленіп дайындалады. Ал енді бұның бәрі қуырылып болам дегенше біз картошкасын әдемілеп турап аламыз, 4 бұрышты қып. Қатты ірі де емес, қатты ұсақ та емес болу керек. Қатты ұсақтатып жіберсеңіз езіліп кетеді, қатты ірі турасаңыз піспей қалуы мүмкін. Сол үшін де орташа қылып тураймыз, қыздар. Біздің үйде отбасы мүшесі көп болғандықтан мен картошканы көптеу қосамын. Оның үстінен балаларым да картошка жеген жақсы көреді. Ал енді осының үстінен су құямыз, 2 банка, жарты литрлікпен. Сорпасы молдау болғанын айт бізге. Сосын артынан бірденен бағанағы турап қойған картошкамыз саламыз. Енді бұл қайнайым дегенше бұрышымыздың ішіне дайындап қойған начинкамыз салып алып, осылай біртіндеп дайындап алуымыз керек. Менде 14 бұрыш шықты. Суымыз қайнасымен сразу ішіне саламыз осылайынан. Бірінші салғандарыңыз әлбетте ол төңкеріліп қалады, себебі салмақ алдына қарай кетіп тұрады. Кейін бәрін толтырып салып алғаннан кейін дұрыстап қойсаңыздар болады, үстіне қарай көтеріп. Қыздар, мен тамаққа әр түрлі приправа қоспаймын. Менің қосатыным тек роллтың және де тұз. Ал егер үйлеріңізде болатын болса, крестовик қоссаңыздар тіптен дәмді болады. Басқа дәмдеуіштердің түрін ната бермейміз. Солардың өзі тамақтың дәмін әдемі келтіреді. Бастапқыда салған 4-еуі төңкеріліп қалғандықтан осылай қасықпен әдемілеп дұрыстап аламыз. Түрін қараңыздар, қандай аппетитный болып тұр, иә? Мені бір орысша, бір қазақша араластырып сөйледі деп ренжімеңіздер. Негізінде таза қазақша сөйлеуге тырысып жатырмын, сонда да арасында кетіп қалып жатыр. Қалған фаршты тефтелей қылып айналдырып, осылайынан сала салдым бетіне. Дәл менің рецептіммен жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Қыздар, маған тіркеліп, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Егер қиын болмаса, дәл осы рецепті өзіңіздің құрбыларыңызбен, аналарыңызбен, әпкелеріңізбен, сіңлілеріңізбен бөліссеңіздер болады. Маған сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Ал баршамызға ас болсын, менің рецептіммен жасап көрген болсаңыздар, комментарияға жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше.